Тәуелсіздіктің құрдасы Есен Нұрсұлтан Төреханұлы 1991 жылы 10 сәуірде Ақтөбе қаласында дүниеге келген. Нұрсұлтан Есен жастайынан өнерге құштар болып өсті. Ақтөбедегі Әлия Гүлі би ансамблінің солисі болды. Сондай-ақ осы ансамбль құрамында жүріп, бірнеше халықаралық сайыстардың жеңімпазы атанды. 2002 жылы Санкт-Петербург қаласында «Россияночка встречает друзей» фестивалінің лауреаты. 2002 жылы Татарстан Республикасы Қазан қаласының 1000 жылдығына орай алғыс хат иегері. 2002 жылы Украинадағы Харьков қаласының Зелен Свет фестивалінің үздік би үшін 2-ші орын иегері. 2009-2013 жылдары Қазақ ұлттық өнер университетінің актер мамандығынан тәлім алды. 2011 жылдан бастап Астана қаласының Қалибек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театрының актері. Ол Мұхтар Әуезовтің Қорғансыздың күнінде жарық, Қараш-қарашында Жүніс Молда, Уильям Шекспирдің Гамлетінде Гильденстерн, Қуандық Шаңғытбаев пен Қаныбек Байсейітовтің Бейуыздар айында Сұлтан, Жиенбайдың Таңғажайып планетасында Қаршыға, Еркін Жуаспектің Үйлену комедиясында Бөлек, Думан Рамазанның Абылай ханның арманында Әмір сана, Мария Машадудың Бразилия байлығы ертегісінде Симон, Мұрат Ахмановтың Алдардың айласында Жылқы, Қанат Жүнісовтің Сәкен сұңқарында Шәкірт, Хушвақтовтың Қызыл алмасында МММ, Рахымжан Отарбаевтың Әміресінде Тергеуші, Олжас Жанайдаровтың Жұтында Ахмет, Шварцтың Күлше қызында Ханзада, халық ертегісі Ертөстікте Шалғұйрық, Сәбит Мұқанов Шотау Алихановтың Шоқанында Жора, Ұлықбек Естәулетовтің Зересінде Оспанның рөлдерін сомдады. 2011 жылы Астанада өткен Каир фестивалінде Альбер Камюдің Калигула шығармасының үзіндісін шебер орындаған үшін ең үздік би номинациясын жеңіп алды. 2012 жылы Алматыда өткен республикалық студенттер арасындағы фестивальде үздік актер атанды. 2012 жылы Хабар арнасы ұйымдастырған Жігіт Сұлтаны байқауының қатысушысы. Бүгінгі таңда актер премьер модельдік агенттігінің мүшесі. Замандас өнер клубында актерлік шеберліктен сабақ береді.